ол может әкесі өскен шығар, ол затты көрмеген шығар, может әкесі тоже суық болған шығар. Айтса мен осы туралы бір обстановка деп ойлайықшы, біз жермен қарайтын болсақ, мына менде қара да цвет. Мен кием, все, менің әлем бәрі қап-қара. Мен жасамаймын деп мамасына осуждать еткен қыздар дәл сондай өмірін еркек тартып алған ғой. Ол әйелі егер оған бүйтіп астынан үстіге қарай былай қарайтын болса. Ассалаумағалейкум, Перезорс каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тема дәке. Бүгін еркектердің жауапкершілік алмағаннан отбасылардың ажырасып жатқаны. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп тыңдап жатқаныңызға рахмет. Видеода осы салдық қой 3 күн бұрын. Өте көп адамдар отзывать етіп жатыр. Мә күшті рахмет, прям көздерін ашып жатсыңдар деп ше. Енді біз әйелдер емес, бүгін біз еркектер туралы айтайық. Өйткені енді қазіргі от ағасы дейді ғой. Осы семьяның басында тұрған как-никак еркек қой, дәке қандай әлсіз болсын, мықты болсын, жауапкершілік ала алмаған болсын. Сол себептен біз бүгін еркектер туралы айтамыз. Поэтому еркектер сіздерге бүгін ашық әңгіме. Так, жалпы былай да дұрыс қой, от ағасы деп не үшін айтады дәке, бір өзіңіз ойды айтып жүріңіз. От ағасы дейді ғой. Сол үйдің енді бір пірі ғой. Ол әйелі егер оған бүйтіп астынан үстіге қарай былай қарайтын болса, менің осы күйеуім деп, ол қандай болсын, разница жоқ, әлсіз болсын, ақша тапсын, таппасын. Ол үйде өзі, ол иерархия бойынша ол әйел дұрыс рөл атқарып жүр да. Қызығы болған, тамсанып жүреді. Ал егер примерно бір наравне қарайтын болса, ол уже бір дос сияқты болып кетеді жаңағындай. А егер былайынан қарайтын болса, ол кезде ол семьяда уже сондай балдар шығады ғой. Плюс-минус жаңағындай. Дұрыс айтасыз. Жалпы былайда еркек адам өзінің орнында тұрмаса, жауапкершілік алып, өзін жаңа еркек ретінде сезінбесе, біз жерде былай айтқан кезде анау цепочка бәрі құртылады да. Өйткені өзіңіз екеуміз де жасаймыз ғой, жұмыс жасаймыз жалпы әйелдермен. Основном жауапкершілікті алынмаған отбасында көп страдания, көп қиналық, көп жаңа еркектер жаңағындай әлсіз болып, еркектер әлсіз болып, жаңағындай әйелдерін алға шығарып алған да. Сол себептен жалпы бүгін еркектер туралы сөйлесеміз. Не себептен еркектер қазір нереализованный? Не себептен еркектер қазір үлкен ақша таба алмайды? Не себептен еркектердің айтқан кезде жолы ашық емес, үнемі жаңағындай позиция учителя өмір сүреді деген сияқты. Осы туралы айтамыз. Жалпы енді табиғат, шариғат қай жерде болса да, еркек адам ол бір саты жоғары тұрады. Әйел адам ол оның, біз былай айтып тұрған жоқпыз, әйел адам төмен деп. Ол әйел адам соның фонында еркелеп жүретін болса, бүкіл жауапкершілік соған беріп. Ол еркек соны сезсе, признание, то, что она признает его, да, ол барлығын қопарып тастайды. Егер, бірақ ол әйел адам, әйелдер өздерін жақтайды шығар қазір, біз қалай шыдаймыз, даже еркегім болмаса қалай өмір сүремін деген сияқты. В любом случае еркек керек. Тұрмысқа шығып алу керек, өйткені ол үйде еркектің несі болмаса, функциясы болмаса, әйел адамды әйел, қызды қыз, еркекті еркек тәрбиелеу керек та. Ол қазақта бекер айтпаған ғой жаңа. Әке көрген деп жаңа. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген том пішер. По-любому соған келеді түбінде. Дұрыс айтасыз, жалпы былайда еркектің неге қазір еркектер көбінесе майдаланып кетіп жатыр. Өткені енді 90-шы жыл алайықшы. Осы біз алыс кетпей-ақ қойып, там 45-ші жылы, там ашаршылық деп 90-шы жылы осы до распада СССР. Распад болды. Қазақстан жаңа егемендігін алды. Одан кейін девальвация болды. Ол жиған ақшасын бәрі құнсызданып кетті. Көп адамдар жаңағындай жұмыстарын жоғалтып алды. Көп еркектер осы жерде кішкене әлсіздігін танытты. Ішіп алды, жаңағындай ішіп кетті, өз-өзін жоғалтып алды. Өйткені өмір бақи жасаған ісі бір былай айтқан кезде құнсызданып кетті. Оны еркек ретінде түсінуге болады. Одан кейін осы моменттерде 90-нан былай жоғары қарай дейікші, 2000-ға дейін көп еркектер осы әлі келе алмағандар бар. Сөйтіп осы жерде амал жоқ, сен күйеуің ішіп жүр. Сен жауапкершілікті аламай жүрсің. алады амал жоқ, балаларға тамақ керек күнде, балалар қарны ашады. Сөйтіп былай айтқан кезде любовью не прокормишь семью дейді ғой. Сөйтіп бүкіл әйелдер былай айтқан кезде жауапкершілік алды. Амал жоқ. Өйткені ажыраса алмайды, өйткені тастап кете алмайды. Сөйтіп амалдың жоғынан былай айтқан кезде выживать етіп кетті. Сол картинаны көрген жігіттер, яғни біз 92, 93, 90-дар, и сол моментте сөйтіп өсті да, как будто бы мама главная, папа никто. Согласитесь? Мама главная, папа никто. И сондай позицияны өскен соң, ол қыздар қазіргі сол гиперопека алып алған, қазіргі тұрмыста 40, 30, 40, 50. И еркектер соны өсіп көрген. Автоматически мықты әйелді алып алады да, өзі мойнына мініп алады да, ана әйелді былай айтқан кезде қолқа шығып кеткенше жүре береді ғой. Саналы түрде оны қаламайды әйел адам. Бірақ амалдың жоғына өткені кішкентай кезде сол 90-шы жылдан былай дефолт болды, девальвация болды. Сол кезде әлсіз еркектердің көріп өскен семьяда основном сондай. Өзінің түп санасымен соған подтверждение тауып алды. Дәл сондай еркек тартып алды. Әлсіз еркекті өйткені ол іштей білет, әйел адамның модель поведениесі ол мықты.
ол мықты болғысы келмесе де соған алып барады. Ана үйіндегі жаңағы көрген истеричка мамасын көрген, тарелкасын сындырып хайвай шығарып постоянно үйде жаңағыдай бет төмен қарайтын, еркекті төмендететін, езетін. Соны ол өзі қаламаса да ол түп санасымен соған апарады. Сол жаңағы таяғын жейді. Сол кезде ол түсінбейді да, не үшін мен, бірақ қазір көп қыздар өздеріңізден параллель жүргізсеңіздер, сол аналарыңыздың жасағанын сіздер де бір қайталап бара жатсыздар. Бейсаналы түрде. Соны аналарыңыздың жасаған, мен жасамаймын деп мамасын осуждать еткен қыздар дәл сондай өміріне еркек тартып алған ғой. Дұрыс айтасыз, иә. Вот это вот. Бақытсыз болып жүрген қыздар, олар мамасымен подружка болып кеткен қыздар ғой көбінесе. Мамасымен дос болып, Мамасын осуждать етеді. Иә. Мамасымен интимный әңгіме айтады, жаңағыдай бір-бірімен бір иерархия сақталмай қалғанда ана жерде мамасымен енді біз енді екеуміз айтсақ жарысады любой әңгіме да. Бірақ әкеңмен барып ол әңгіме айтсаң, ол уже келмейді ғой. Қазір енді мамасымен подружка болып жүрген қыздар, мамаммен мен жақсымын, біз арамызда әңгіме жоқ, жаңағыдай бір-бірімізбен сырласамыз дейтін қыздар, біліңіздер, сіздер осы қарым-қатынасты дұрыстамағанша, онда сіздер өздеріңіз қабылдамайсыздар. Постоянно өздеріңіздің ешкім емес екендеріңізді сезіп жүресіздер. Өйткені ана ол қарым-қатынас, жалпы ол отношение, әке ол ақшада. И көбінесе ол мамасымен дұрыс отношение выстроить етпегендер, ол ұл болсын, қыз болсын, всегда отбасыда страдать етеді. Өйткені ана мамасын осуждать етеді, мамасы жаңағындай, мамасын жек көреді, мамасын қабылдамайды. И осы моменттерде и постоянно сондай былай айтқан кезде конфликттер болып тұрады. Енді екіншіден, осы жаңа айттық қой еркектер туралы. Еркекке оралайық, не себептен еркектер нереализованный. Қазір 21-ші ғасыр, курс алып, кітап оқып, өзімен жұмыс жасаса, негізі әрбір еркек бір 3-4 айдың ішінде, даже жарты жылдың ішінде любой мамандықты үйреніп алып, ақша тауып, кәдімгідей бай қуатты өмір сүре алады. Мен миллионер болып кетеді деп айта алмаймын. Бірақ целым достатке өмір сүреді да. Өкінішке орай қазіргі жігіттер сол жауапкершілікті ала алмайды. Жаңағыдай артынан сезбейді. Менде бала шағам бар, менде әйелім бар, олардың киімі бар, олардың қауіпсіздігі бар, олардың күнде жеп тұрған тамақтары бар, оның айтқан кезде халі бар деген сияқты оны түсінбейді да, оны жауапкершілікті қабылдай алмайды. Осында бір бөлек иллюзия бар. Басқа картина. Сол шелчок болған кезде еркекке күш қуат келеді да. Кәдімгідей ақша іздей бастайды. Негізі ана дұрыс айтады, исламда да бар ғой сондай, жігітке тек қана үйінен шығып кетсе болды, несібесін тауып алады деген сияқты. Ол рас. Сен просто кішкене әрекет ет та, нәтижесін Құдайға тапсыр да, саған болады ол. Саудаң болмаған саудаң болып кетеді. Звондамадан хабарласады, қарызын бермеген қарызын да береді деген сияқты. Просто біз іштей бір какой-то бір вера жоқ сияқты ше, бір опора жоқ сияқты еркектерде да. Сол баяғыда енді мен көбекке өзіме келіспін ғой, білесіз ғой, сізге кезде 2023-те эго деген періп тұрған кез ғой, мен еркекпін деп, бірақ еркек деген анау бір иллюзия бар, бірақ сөзің мен ісің сәйкес келмейді да. Анау сіздің беріп жүрген техникаларыңыз, сол кезде енді бір элементарный техникалар ғой, мусор жина, анансы, былай айналып келіп қазір қарасам, соның барлығы 1 жылдың көлемінде, 1,5 жылдың көлемінде мені сондай до и после өзгертіп жіберген да. Бірінші Аллахтың қалауымен. Енді сіз енді барлығын беріп отырдыңыз, мынаны былай істейсің, оңға мына жерден тоқта, мына жерден бұрыласың. Бірақ сол кездерде анау іштегі эго ойнап тұрды ғой. Через я ше, менікі, мен істеуім керек, мен еркекпін, жаңағыдай постоянно условия қоясың. Бірақ сөйтіп жүріп түсіндім ғой, что мен ошибаться етіп жүргенмін. Бірақ соны дұрыстағаннан кейін мен өмірімде бір гармония болды. Мен түсінгенім то, что ер адам пока өзімен енді ол бір жаңағыдай 1 ай 2 айда ол шешіліп кететін вопрос емес. Жаңа сіз айтқандай бір 4-5 ай өзімен жұмыс жасау керек. Плотно. Осындай сіз сияқты бір уже жол салып кетіп бара жатқан жігіттер бар ғой, которые уже не то что өзінің отбасы, олар уже әлемге бергісі келіп жатыр да, өзінің білімін, өзінің ішіндегі жаңағы мен дегенін басқа адамдарға беріп жатыр да, сен де сондай бол, сен де сондай бол деп. И сондай еркектердің қасына еріп алса, негізі мен айтарым аналарға, вот балдарын если адам болып шығарам десе, оған мал аямау керек та. Чем оны барып бүйтіп опекать етіп, оған барып жаңағыдай бәрін алып бере бергеннен гөрі, лучше оған сондай бір ер азаматтардың қасына ергізіп, давай бас деп, жаңа жауапкершілікті мойнына жіберсе, ол бала ертерек есейіп кетеді. Біздер енді 32 жасымызға келіп түсіндік қой. Білім, айтады, білім алу инемен құдық қазғандай дейді ғой. Көп еркектер осылай өзінің жаңағындай оправдывать етеді да, өзінің жаңағындай бір әрекетін айтқан кезде, ой мен бәрін білем, бәрін жасай алам деп жаңағындай әйеліне күнде обещаниемен кормить етіп жүреді. Бірақ әйел сезіп тұрады ғой, что оның где-то бәрі кінәлі ғой. Себе обманывает деген сияқты. Бәрі кінәлі. Бәрі кінәлі, бәрі өкімет кінәлі, әлем кінәлі, ата-анам кінәлі. Сөйтіп айтқан кезде бәрін кінәлап, ақырында өзі бездейсті болып өмір сүреді да. Мен бұны бар ғой, мен былай санаймын ше, онда кәдімгі жауапкершілікті алмаған жігіттер. Анау кипятокты жаңағы су құясың ғой жаңағы қазанға. Сонымен бақан лақтырасың да.
жаймен градусты көтере бересің. Ол комфортно, бірінші кайфовать етеді, джакузи сияқты болады. Потом уже градус көгген кезде уже бақы өліп кетеді да. Сол секілді да әрекет жасамайды, соны до конца жүре береді. Бірақ өкінішке орай адам егер әйелі қазір біздің 90-шы жылғы мамаларымыз сияқты емес, қазіргі қыздар, мен сіздерге беттеріңіз айтайын, еркектер. Қазіргі қыздар шыдамайды, бір рет айтады, екі рет айтады. Не себептен ажырасу көп? Өткен уже күйген ғой, шаршаған. Ол сол картина үйінде көрген, кішкентай кезінде. Ол картинаны қазір көріп жатыр. Сондықтан жауапкершілікті қашып, с меня хватит деп тұр да. Ойлап келіп еді, бір еркекке берем деп, ол одан сайын қашып дейсің. Сол себептен құрметті жігіттер, жауапкершілікті алудың қазір мен сіздерге бір оңай жеңіл несін көрсетейін, формуласын. Бір жерде былай ғой, егер сен қазір үйленіп жатқан жігіт көріп жатсаң бізді, или немесе үйленемін деп жатқан, немесе жаңағы үйленіп балалар шағаң бар деген сияқты, сенің былай айтқан кезде бір жерің жер иіскемеу керек қой. Пока сен жаңағындай өзінің базовый потребность дейді да, базовый потребность деген жігіттерге не тағды айтайын? Ол сенің крыша над головой, квартираң, сенің астындағы көлігің, сенің табысың, жаңағындай күнделік түсіп тұрған, егер желательно пассивный доход жасап қой, жарайды. Сен күніне бір пассивный доход жасап ал, чтобы сен жұмыс жасамайтындай. Саған ешкім ештеңе демейді. Вот сол сенің базовый потребность. Егер соны жабып алмасаң, соны істей алмасаң, значит тебе еще рано расслабляться. Согласитесь, Даке? И екіншіден, мысалы, көп еркектер дамығысы келмейді, эгосы бар, жаңа дұрыс айтады Даке. Мысалы, біз айтамыз, мысалы, көп жігіттер айтамыз, мысалы, жігіттер былай жасаңдар, бүйтсеңдер. Инстаграмда көп еркектер туралы обращение жасаймыз, былай жасаңдар, істеңдер, көріңдер деп. Мына кім? Мына коучтар, мына психологтар, мына вообще кімдер деп ше. Енді жігіттер, енді біз өзіміздің қазақ болып ішімізден бір шықпаса, мысалы кезінде ана ағартушылар дейді ғой, Ахмет Байтұрсынов, Бөкейханов, тағы басқа мықты тұлғалар, соларды сол қазақтың көзін ашамын деп жасаймын деп, оның ары қарай Абай Құнанбаев деген сияқты. Сондай бір жігіттер шығу керек қой арамызда. Көз ашатын, действительно, өйткені неге біз шырылдай береміз? Өйткені құндылық, біз егер ұлт ретінде сақталғымыз келсе, ұлт ретінде өскіміз келсе, ол құндылық, ол отбасыз. Отбасыда шарахабаттестер болса, отбасыда проблема болса, сен өсе алмайсың ел ретінде, ер ретінде. Өйткені оның бәрі сол тамыры сол отбасыдан шығады да. Сол себептен құрметті жігіттер, тағы да айтайын, әлі де кеш емес. Әйел адам қашан әйел болады? Әйел адам почти уже 7 жыл бірге тұрып жатқан жұбаймен айтайын, менде бір балам бар, мен өзім үйленгенмін, мен просто айтып отқан жоқпын. Когда еркек жауапкершілікті алған сайын, әйелі бар ғой, сәл-сәл андай, сәл-сәл глупенький болады да. Это нормально, короче. Өткені мы істемейді да уже. Өткені сен ақшаны сен тауып жатсың, бәрін сен жауып жатсың. Ана жүштік ойламайды, өзімен жүре береді. Сеттен өшіріп тастады. Ана сәл-сәл глупенький болады. И женская мудрость в этом же. Өткені саған 100% сеніп тұр да. Өткені сен ақша таба алатын, сен баға алатын, сен алып кете алатын. И ол миын қоспайды. Әйел адам миын қосса да ке. Жаңа көрдіңіз ғой? Шайып кетеді. Жаңағыдай жарсам, бүйтем деп, короче, уже шайып кетеді әйел адамдар. Енді осыны ше көбеке жаңағы, енді менің өзім 32 жасыма келіп түсіндім да, жауапкершілік дегенді былай енді сөзін түсінесің, ниеттен түсінесің, барлығын түсінесің, бірақ соны әрекетін жасамай жүрді да, бір элементарный нәрселер екен ғой, сөзбен айтасың, мен сені бақыттыламын деп, бірақ ол жаңағы үйге келіп жуып тастай салсаң, тамақты істей салсаң, әкеле салсаң, бүйте салсаң, сен еш жерің кетпейді дегендей. Оны істегіміз келмейді да, эго. Оның түбі жаңағы сол анада тұр ғой барлық нәрсе. Бүкіл вопрос, Тамыры жалпы былай ғой, дұрыс айтасыз, мен осы рилсті айтқанмын. Жалпы любой жігіт та болсын, қыз бала болсын, ешқашан баймайды в 3 случаях. Егер сен өзінің ата-анаңды осуждать ететін болсаң, оларды жаңағындай жек көре болсаң, қабылдамасаң, уже ол бір жібі да кедейліктің. Екіншісі, сен өзінің тұрып жатқан еліңді. Анау говно, анау ұрлады, мынау бүйтті, мынау сөйтті деп біз сөйтіп өмір сүреміз ғой. Өзіміздің мемлекетіміз, ол то самое, что сен өзінің тұрып жатқан үйіңнен қазанды түкіргенде ғой. Үшінші бұл әлемді да, бәрін біз тозаққа кіргізіп жібергенбіз, бәрін біз жаңағындай күнәһар қылып жібергенбіз, Құдайдың рөлін алып алғанбыз да. Сол себептен сіздер деп айтқан кезде тамыр ол ата-ана. Енді жаңағы көбекесі айтып жатсыз ғой, қазақтың арасынан ер азаматтар шықпаса ол қалай өзгереді деп. Енді как минимум сіз енді өзіңіздің ең алтын, ең бағалы, ең қымбат ақшаға сатып алмайтын уақытыңызды беріп жатсыз ғой, энергия ғой ол. Ол ақша енді побочный эффект келіп жатыр да. Қанша адамның өміріне ақшамен, қарым-қатынаспен, денсаулықпен бір шешуіне себепші болып жатсыз. Қазір енді ол аналардың қазір уайымдайды ғой, енді бұл бала тәрбиесі бұл үлкен тақырып қой. Мынау 14-15 жастан кейін уже ер бала ол мамасы үшін до конца барады ол ше. Қанша жігіттер бір шешең деген сөз үшін сотталып жатыр ғой. Бірақ сол анасын
папасы обижать етсе, ол өмір бойы әкесін осуждать етіп кетеді да. И ол өзін қабылдамай қалады. Оны көрген қыз бала, ол еркек деген нәрсеге ол өмір бойы іштей бір, бірақ ақылымен санасымен ойлайды, әкем мені жақсы көрген, аяғымен салбыратып мойнымда ұстап жүрді, мені жақсы көрді, бірақ сол туралы бір ашып жіберсеңіз кішкене. Хорошо, жалпы былайда не себептен еркек адамдар жауапкершілікті ала алмай жүрді? Өйткені, во-первых, оның миындағы установкасы да, егер біз специалист ретінде сөйлейтін болсақ, как психолог ретінде, адамның миында өмірге деген, әлемге деген, ақшаға деген, басқа деген заттарға бір установка деген бар. Яғни, очки бар ғой, мысалы, очки, қайда очки? Очки киесің, мысалы, очки киесің, мысалы. Мысалы, мына установка деп алайықшы, біз жермен қарайтын болсақ, мына менде қара да цвет. Мен кием, все, менің әлем бәрі қап-қара. Мен розовыйды тағам, мен бәрі розовый сияқты да. И сол сияқты біз өзіміз түп санамен жұмыс жасайтын болсақ, біздің ақшаға деген, қарым-қатынасқа деген, өмірге деген, әлемге деген бәрі өзгеруші еді да. И көп жігіттер өкінішке орай, жаңа айттым ғой басынан, даже өзіңнің миыңмен, убеждениемен жұмыс жасау үшін да, сенімен байтқан кезде миымен де жұмыс жасау керек те, жауапкершілік алу керек ше. Қалай сол жауапкершілік қалай өзгереді, егер бізді адамға санамаса? Анау мынау деп бәрін жаңағыдай эгомен басып тастаған ғой. Өзі ғана красавчик, бірақ табатыны там 150 мың теңге через один жұмыс жасайды, әйелін сол үшін 150 мың теңге жаратқаны үшін кінәлі сезіндіреді, балалар шағасын ұрады, соғады. Өйткені еркек іштей өзін нереализованный сезінеді да. Сол үшін сіздерге айтайын, жігіттер, егер конкретно мысалы Дәулет мырза бар, өзімнің өмірім бар, тоже мен Instagram қарап шықсаңыздар болады. Просто так бұның бәрі болыватқан жоқ, бұл дүниенің бәрі. Бұл өте часы работы над собой дейді ғой. Мен өте көп өзіме жұмыс жасаған адаммын, Даке де өзіме көп жұмыс жасаған адам. Біз еще адамдарға қатты көмектесіп жатырық. И осының бәрі жұмыс жасағанның әсерінен адамның айтқан кезде көзқарасы өзгереді да. Сол себептен психологқа бару, жаңа ішкі жаңағыдай мұңды дұрыстау, жаңағыдай ақшаға деген убеждениеңді дұрыстау, ол айтады ғой, Құранда жазылғанда поймет уразумеющийся дейді. Яғни тек қана вывод жасайтын адам ғана түсінеді дейді да. А вывод жасамайтын адам жаңағы көріп жатсақ 40 жыл, 50 жыл жүре береді, короче. Тұрды, сиді, тамақ ішті, тұрды, сиді, тамақ ішті жүреді да өмір бақи. Сол себептен сіздер кішкене ойлану керексіздер да, неге менің ақшам қолымда тұрмайды? Неге менің әйелім мені жындандыра береді? Неге мен әйеліме тұрсай дегенге мен как будто тұрсай деген сондай қабылдаймын? Өйткені ол сіздің бастағы убеждение да. Мысалы, еркекпен әйелді алайық да. Әйел таңертең тұрды, настроение жоқ. ПМС болды мысалы. Тұрсай деп айтады да. Анау еркек эгосын чек кетті да, смысле тұрсай, там шапалақ, ұрыс керіс, сенің бытшын шығарып, әйелін настроениесін бытшын шығарып жүрді да. А ол сенің әлсіз деген убеждениең да. Сен өзіңді әлсіз сезінесің. Соны сол терапиямен алып тастасаң әлсіз дегенді, саған әйелің бұл сөйлеп жатса да саған жақсы деп жүре бересің да, бетіне күліп ше. Өйткені ол саған задевать етпейді да. Сол сияқты сен өзіңнің убеждениең ақшаға байланысты, мысалы көп жігіттер қазір выживать етіп жүр да. Өйткені кішкентай кезіндегі Даке ақшасымен байланысты. Папасы ақша үшін жаңа ұрған, төбелескен. Үйде жаңа ұрыс керіс, сен ақшаны жарата берсеңдер, дарма етсіңдер деп. Папасы түнді түр жасап, таңертең барады, шаршап ше, былай өлімсіреп, кеш жақын бүйтіп отырады, как будто бір анау әлемнің жұмысын жасап тастағанда. И кішкентай бала көреді да, мәссаған, ақша табу қиын екен ғой деп ойлайды да. Ақшаны тек қана лопатамен, киркамен табу керек деп ойлайды ше. Сөйтіп сол убеждениемен сендер қазір сөйтіп жүрсіңдер да. Сол сияқты сіздер сонда убеждениемен жұмыс жасаңдар, ақша жеңіл келеді, ақша оңай келеді, өмірге жеңіл қарау керек деген сіздерге бәрі оңай келеді. Өйткені біздің установкамыз солай жұмыс жасайды. Сол установкамен жұмыс жасаған кезде сенің өмірің өзгереді, сенің әйеліңнің өмірі өзгереді, сенің айтқан кезде баланың өмірі өзгереді. Классно же. Ақша көп тапқан сайын әйелің құлпырай береді. Сен бала шағаң күшті киім алып бересің, сен дұрыс оқу бересің, дұрыс білім бересің, ілім бересің деген сияқты сен айтқан кезде не только Құдайдың алдында, сен Қазақстанның былай көркеюіне әсер етіп жатсың да, айтқан кезде. Жалпы қазір енді бізде қарап жатырық қой, көптеген адамдармен жұмыс жасап, именно бір еркектерге именно сондай қыздар кездеседі да, которые оның эгосын сындыратын. Ол әдемі болуы мүмкін, ол білімді болуы мүмкін, бірақ ол іштей бір сондай да, бір Құдай әдейі сол еркектің ішіндегі жаңағы менмендігін сындыру үшін, потенциалын ашу үшін, мен деп ол мойындамай жүру мүмкін да, ешкімді жаңағыдай сіз айтқандай бәрі тупой да, анау да тупой, мынау да тупой, еще оны дәлелдейді. Психосоматиктердің де психологтардың бәрі тупой, өзін ақыл санайды да, бірақ сол зарплатасы 250 мың аспайды да. Тапса 500 мың жоқ қол жүреді, ішіп тастайды, шегіп тастайды. Оның қасына обязательно сондай бір қыз келеді. Дұрыс айтасыз. Который оны атқыз жіберетін ше бірден. X тоғыз жібереді. Бірақ сол қызды ол егер жаңа сіз айтқандай қылып, оның бүкіл хотелкаларын жауып, көтеріп, соның мінезін, барлығын, еркелігін, енді Құдай жаратқан ғой ол қызды сондай қылып.
сен үшін да, чтоб сен соның несін көтерсең, саған берем деп тұр ғой. Эгаңды, бірақ біз еркектің бір ішінде несі бар да жаңағыдай. Опять же, көбінесе юг жақта сондай көп та, мынау батыс жақта көп, мен еркекпін деген сол нәрсе жібермейді, бірақ сол білесіз ғой енді әйел адамдардың несі көп қой. Рычагтары, ертең ол 40-50-ге 40 жаны бар, әйелдің 40 жаны бар. Иә, ертең 40-50-ге барған кезде ол сенің балдарыңды, бүкіл туысқаныңды өзіңе қарсы қойып қояды. Сол кезде тапшықсына секірген кезде маңырап кетесің көшеде. Лучше ну и нафиг. Инфаркт, инсульт боласың да. Инсульт боласың, иә. Сол өміріңнің бәрін босқа өткізіп болмау үшін, анау ішіңдегі эголарыңмен жұмыс жасап, ол мен деген нәрсе, мен деген жерде Құдай жоқ қой, адам өзін былай мен десе, ол бетіп тұр ғой, жоғары өзін. Жоғарыда Құдай бар негізі. Біз ешкім емеспіз. Сол жерден кішкентай пут етіп болады да, жаңағыдай ошибаться етеді, мен деп кетеді. Бірақ дұрыс, үйде еркек шешу керек. Ол деген сен емес, соны шешетін. Сен просто сол үшін жауапкершілік аласың да істейсің болды. Құдай сен үшін бәрін жазып қойған, істеп қойған. Сен просто аласың, әрекетін етесің болды. Иә, мен осыған қосыламын. Көп еркектер әйелінді тыңдауды бір западлау керек та. Иә. Әйел тыңдамау керек, әйел ол кім, әйел ол шайтан деп сондайлар да бар, шатыр кетіп қалғандар ше. Бірақ мен сендерге айтайын жігіттер ше, әйелін тыңдамай, бір өзінше бір түр жасап бүйтіп жүрген жігіттер обычно әйелдерін ауру қылады ғой. В прямом смысле ауру қылады. Сондай әйелін тыңдамай, әйелін маңырап жүрген еркектерде основном әйелдерде етекпен төмен проблема. Миома матки, киста матки, месяц тоқтап қалған, болезни месячные, немесе вообще климакс ерте пайда болған. Өйткені ана әйел күнден стенаға айтқандай болып тұр ғой, былай жасайық, істейікші, жасайықшы, алайықшы, там ақша табайықшы, машина алайықшы, шетелге шығайық, анау құлағына өткізе береді да. Понимаете? Екіншіден әйелді не үшін тыңдау керек? Өйткені жаңа Даке дұрыс айтады, Құдай саған напрямую бермейді ғой. Құдай әйелдің сезімі арқылы саған жеткізеді. Сенің әйелің сен мен жүріп жатса, квартира алайық, BMW алайық, шетелге шығайық десе, ол, значит, сен қазір ойлап тұрсың, қайдан ақша табамын, ол қаяқтан табамын, 2 миллион, там 20 миллион, 30 миллион. Сенде сондай бір потенциал бар, сондай бір үлкен ақша табатын. Өткен сенің әйелің айтып жатыр да, через Құдай ақ жеткізіп жатыр ше. Өткен әйел адамда ана түйсік дейді қазақша. Шестое чувство. Оларда развитый. Сезім, Бізде еркектерде ол 40-тан кейін пайда болады. Бірақ 40-тан кейін пайда болғанда оның бәрі просто так болады да, өйткені айтып отыр ғой. Егер сен 20 жылдың ішінде әйеліңмен оны жалпы әйелмен 40 жасқа дейін, егер сен дұрыс отношения қалыстырмасаң, то есть взаимоотношения дұрыс қалыстырмасаң, ертең сенде жаңағы 40-тан кейін сезім пайда болады, жаңағы түйсік деген сияқты, жаңағы іштей бір ана сезімдер пайда болады, сен әйеліңе кетші бар деген кезде сенде инфаркт, инсульт ұстап қалады да. Өткен сен мәссаған мен пахать еттім, жұмыс жасадым, мен мыналар үшін өмір сүрдім деген кезде, ана сен бетіңе бұлш еткен кезде жүрегіңе тық ете ұстап қалады. Сонымен жаңағы оң жағың немесе сол жағың істемей қалады, жағың істемей қалады. Это все не просто так, тело не врет, жігіттер. Поэтому әйелді тыңдау это западло емес. Енді әрине әртүрлі әйелдер бар, сен қазір қалай мен тыңдаймын, әйелім андай, мұндай деп. Егер сенің әйелің саған дұрыс айтатын болса, мысалы үй алайық, квартира алайық, балаларын жаңағы аяққа тұрғызайық, анаған шығайық, мынаны шығайық, бизнес ашайық, өсейік, дамиық десе, ол дұрыс негізі. Өйткені нормальный әйел сөйтіп айтады. Ненормальный әйел енді әртүрлі әйелдер бар, жаңағы қарсы қоятын, анасына қарсы қоятын. Енді еркектер видите, анасымен қарсы ондай тонкий тема Даке, бірақ сен дипломат болу керексің да. Сен мамаңа, мама бәрі жақсы, бәрі нормальный, короче, әйеліңе ничего страшного, ол да бұл үлкен кісі, ол ана эстерін понять етсе, бүйтіп разрулить ету керексің. Егер сен осыны разрулить ете алмасаң, тоже ажырасуға алып келеді Даке. Сен дипломатсың, сен кәсіпкерсің, сен имамсың, короче, сен коучсың, сен психологсың, сен бәрі болу керексің да. Өйткені сол отбасының айтқан кезде отын сақтап қалу үшін. Шешіп тұруың керек қой вопростың бәрін. Қазір әйеліңе берсең рульді, сен мамаң жағынан жаңағыдай бір подколочник болып кетесің да, ал мамаңа көшсең, сен бір мамсик сақылып кетесің да. Ол жерде екеуін бір-біріне салыстыруға келмейтін нәрсе ғой, ол келмейді ананың махаббаты мен әйелдің махаббаты ол. Бірақ сен түбінде Құдайдың алдында сол әйелің үшін, отбасың үшін жауап бересің, бірақ анаңның бақыты үшін жауап бермейсің. Сол нәрседе біз көп қазір енді жаңағы көбеге мысалы еркектер табады ғой, енді қырып табасын да, мысалы табасын, бірақ оларда бір кішкентай бала сияқты ғой ішінде, ана бір нені күтіп тұрады да. Признание. Сен молодецсің десе. Қолдан келеді деп. Ол қопарады ол, бірақ сен оған бір кішкентай бір нәрсе әкеп берген кезде бүйтіп қуанбасаң, ол шаршап келеді да, соны күтеді ғой ер адам. Енді Дакені айту керек қой. Мысалы, ол әйел, ол әйел, ол может әкесі өскен шығар, ол затты көрмеген шығар, может әкесі тоже суық болған шығар. Айтса мен осы туралы бір шамалы ескертіп жіберсек,
Хорошо, былай да, көп ерлі зайыптар сөйлеспейді бір-бірімен. Жаңағы жұмыстан келеді, түр жасайды, сонымен скроллить етіп, TikTok қарап сөйтіп ұйықтап жатады да, таңертең и оны сожитель болып кетеді ше. Накопительный эффект деген кітап мен оқығам. Бұл жерде жаңағындай жалпы өзіңді өзгерту туралы ғой. Сол жерде айтады да, жалпы әйеліңе сен аптасына бір рет бір качественный уақыт бөлу керексің. То есть оның, не знаю, 1 сағат сөйлес, сырлас, подруга бол, как есть сырлас, әңгімелес, беттеріңе айтайын, өсек айт мысалы. Сол әйелдің ішіндегі эмоциясын шығарту керексің. Если шығартпасаң, әйел адам жинай береді, таңертең бір форма сақырын деп тұрады да, сен маған көңіл бөлмейсің. Оны сестра, ол бірақ ол әйелде егер сен көңіл бөлмесең, ол өзінің сестрасымен, туысқанымен или мамасымен, подружкасымен шығарады да, ол сенің семьяңның берекеті кетіп қалады. Былай да, ердің эмоциясы бізден былай айтқан кезде бір 100 есе артық деп айтсам өтірік айтпай ақ қояйын да. И оны шығарту керек ше, шығарту керек, сөйлесу керек. Жаңағыда аптасына бір рет сол кітапта айтады да, свидание шақыр, балаларды алма, өзің ғана киноға апар, сөйлес, әңгімелес, ақшаң тауып атсаң жаңағы түріне жарат. Кеше мысалы мен жұбайым настроение жоқ, не болып қалды десем, блин, шашымды салонға бару керек. Давай, ничего страшного, салонға барып қайт. Сөйтіп жаңағындай бір жақсы өзім ұнайтын салоны бар, ақшасын аудардым, салонына барып қайтты, 2 сағатта әп-әдемі күліп жүр да. Бірақ қана действие да, әйеліңнің состояниесі көтереді да. Сол сияқты постоянно көтеріп жүретін болсаң, сенің әйелің сен үнемі саған поддержка беріп отырады. Саған қалай поддержка береді, так егер анау мысалы да, біз талдың астына отырмыз ғой, талға су суғармасаң, оған одобрение, жаңа удобрение деме сондай салмасаң, оған күтпесең, оған қырып қаппасаң, уақыт бөлмесең, көңіл бөлмесең, ол саған жеміс қалай береді? Біріншіден құю керексің, потом саған береді да ол әйел. Егер сен оған жаңа ақшаны инвестиция ретінде жаратпасаң, оған көңіл бөлмесең, ол саған дәл солай отношение қарым-қатынас болады. Потом удивляться етеді, неге менде измена отношениям, өйткені измена просто так болмайды ғой. Оның бәрі бір годами жиналған бір эмоцияның бір жарылғаны ғой. Сен өмір бақи өзің әйеліңе айта алмайсың, мен сені жақсы көремін, мен сені сүйемін, мен сені күйемін, мен сені ана жаққа алып барамын, мына жаққа. Хотя бы өтірік айтсашы, бірақ сен сол әйеліңнің көңіліне жағады сол ше. Соны айтпасаң, ертең бір жігіт келеді да, соны айтады. Анау сразу бүйтіп қарап, анау езіп ашып, кісілекей ағып, жақсы көремін деп. Сонымен болды, көп еркектер жазады маған, менің әйелім измена жасады маған деп. Сол бір түр жасап өмір сүреді ғой, түр жасап өмір сүресіңдер, как будто бір әлемді бір тіреп тұрған сияқты. Поэтому жігіттер тағы да айтайын, ол отбасыдан мақсат бәрі. Егер сіздердің әйелдеріңіз сізге дұрыс емес көңіл бермесе, жаңағындай измена жасалып кеткен болса да, оның кінәнің бәрі өздерінен іздеңдер. Әйел кінәлі емес, өздерінен іздеңдер. Значит, моменте сендер уақыт бөлмедіңдер, моменте сендер оларға дұрыс поддержка бермедіңдер. Біз беруші позициямыз еркектер. Беруші позициядамыз. Ақша табамыз, береміз. Мал табамыз, береміз. Үй аламыз, береміз. Бәрін береміз. Мамонтты өлтірдің, әкелдің, алға тастадың. Ол молодец емес, иә. Әйел адам сол затты былай айтқан кезде былай умножать етіп, дұрыстап күту керек та, болды. Оның зат әйелдің былай айтқан кезде Құдайдың алдында ешқандай обязанность жоқ еркектің алдында. Ол, например, қалай деп отырсыңдар ғой? Әйел адамға еркек арқылы келеді. Пақат етуге қажет жоқ. Әйел адамға бәрі, жаңағы нығмет, ақша, байлық, ризық еркек арқылы келеді. Бірақ күйеу болмаса, күйеуге шығып алу керек дейсіз ба? Иә, күйеу болмаса, күйеуге шығып, сол күйеуін ойнамай алу керек қой. Шықпаса, проблема, значит, или анаңды алдамағансың. Көп әйелдер енді қазір байқайсыз ба, реализоваться ету керек деп жүр ғой. Олар, значит, іштей өзін никто сезініп тұр ғой да. Осы туралы айтайын мен. Маған бір кісі жазды да, жасы 40-50-де әйел адам. Сол жаңағы темамен никто болып, ол өзін кінәлі сезініп тұрған қыз ғой енді. Иә. Оның ар жағында өзін кінәлі сезінеді, ол жаман болып тұр ғой. Өзін жақсы екен дәлелдегісі келіп тұр. Сөйтіп бір еркек табады, сол кінәлі қыздың почвасында бір еркек өзін бақытты сезіне алмайды. Мен байқадым өзім ше екен. Қабылдамайды өзін. Иә, бақытсыз әйелдің қасына барасың ғой. Иә. Сен по-любому бақытты бола алмайсың. Если ана бәрін басына бұзықтан шешіп алмаса, хоть сен оған миллион құя бер, ізінен қалмай жүріп, ол өзіме жұмыс жасамаса болмайды екен, короче, мен түсінген. Әйел адам жаңағындай через расслабление келеді бүкіл заттары. То есть расслабленный состояние әйел адамға бәр зат келеді да. Біз әйел адамды еркектермен жарысады көбісі. Докажуына, көрсетемін. Ана бір нәрсе мен де жасаймын, мен де көрсетемін деп. Бірақ мен всегда айтамын ғой, бір қорада екі атеш болмайды. Біреу атеш, біреу тауық. Екі атеш болса, обязательно біреу тауық болып кетеді, короче. Рас қой?
Основном қазіргі жігіттер өзі сол әйелдің позициясына кіріп кеткен да, әйелің вперед, сен қолынан келеді, давай деп жүреді да, бірақ өздері түк жасамайды. Жігіттер ол, мен сіздерге айтайын, какие могут последствия быть, если сен жауапкершілік алмасаң. Сенің тестостерон түседі, сен былай айтқан кезде қатын сияқты ренжіп қала беретін боласың, сәл сөзге, сәл неге, оның последствия уже сенің психологияң өзгереді әке. Ол өте ауыр зат негізі. Именно сол енді ата-ананың қателіктері ғой енді бұл жердегі эголарының кесірінен төбінде балдар страдать етіп жатыр. Мынау еркектің эгосы ана әйелдің алдына барып шамалы бір еңкейіп ананы бүйтіп енді өзің бүйтіп сүйресең любой зат бүйтіп скрип береді ғой. Жарады ғой. Ана шамалы бүйтіп астын сулап или сабындап жүрсең ана әдемі жүреді да, зырғанап бүйтіп. Сіз айтып отқаныңыз шамалы бүйтіп көтеріп қой, арасына бүйтіп қой. Сөйтсең балдарың дұрыс болады. Енді балдардың несін айтсаңыз да, последствия балдар қандай қазір? Иә, и қараңыздар жігіттер, сіздер жауапкершілік алмай сөйтіп жаңағы өздеріңізді алдап жүрсіздер ғой. На самом деле сіздердің қасыңыздағы балаларыңыз, это орысша айтады, на ус наматывает дейді. На ус наматывает деген не? Сен егер жауапкершілік алмай өзіңді қатын сияқты грубо бастайтын болсаң, сенің ертең бала шағаң, именно балаң, ол балаң сен қызтеке болады. Қызтеке деген арты последствиясын білесіздер не екен? Қазір неше түрлі ориентациялар бар да екен. Өйткені еркек санамаған үшін. Екіншіден сенің қызың, сен сол картинаны көріп жатқан артынан дәл сондай бір ез еркек тауып алады да, өзі ез еркек іші сол қызының мойнына мініп алады да, ауырығып тындырады онкологиямен. Өмір бақи. Сол себептен себе надо кішкентайларша жаңа 3 жасар, 2 жасар балалар болады ғой үйде, солардың аурулары туралы. Қазір енді көп қой. Каждый 10 баланың біреуі аутизм болып жатыр да. Бұл жай шығып жатқан жоқ қой бұл. ЗПРР, ЗРР, аутист негізі жалпы сол әйелдің основном өзінің эмоциясын басып тастағаннан болады да. Жаңағындай еркегіне айта алмайды, еркегіне сөйлей алмайды, еркегіне жаңағындай артық сөз сөйлей алмайды, өйткені жаңағы қорқады, угрожать етіп жүреді. Элементарно аллергия шығып кете береді балаларда қазір енді. Иә. Ол получается мамасының непринятиесі болып тұр, ол өзін қабылдамайды, сосын баласына ол аллергия болып шығып жатыр. Ол мамасын неге қабылдамайды, өйткені оның күйеуі поддержка бермейді. Ана өзінің жаңағыдай ешкім емес екенін дәлелдеймін деп, өзін қабылдамай, сонымен мен жақсы ана болуым керек, я плохая мама, я плохая жена деп жүріп, я плохая дочка. Сол өзін қабылдамаған түбінде сол жаңағы ең түбі сол ата-ананың бір-бірінің арасында қарым-қатынастан болып тұр ғой мәселе. Иә, енді қараңыздар, Даки айтып жатқан ол сіздердің ата-аналарыңыз да, мысалы. Ладно, олар өздерінің қателігін жасады, өмірлерін прожили, біз оларды өзгерте алмаймыз. Бірақ сен қазір өзіңді өзгерте аласың да. Мысалы, қанша жігіттер келіп балдар ауырып кетеді да. Иә, терапиямен мысалы убеждение өзгеріп әйелмен тату-тәтті өмір сүріп жатқан менде жігіттер бар. Әйелдер келген жаңағы напряжение шешіп қазір күйеуімен тату-тәтті өмір сүріп жатқан бар. Қанша жаңағында балалар сөйлемеймін деп жатқан, мысалы инстаграмды қарасаңыздар ЗПРлер жағын шешкендер бар да. Өйткені ол бәрі сол айтқан кезде сол психология тіреледі. Ол психология, ол денеге әсер етеді да. Сол себептен аурулардың бәрі мен қазір не буду перечисливать. Но в целом сол әйелдің балдардың іш ауруы, сосын арасынан аяқ астынан температура болып кетеді, іш қатады, іш қатып қалады, сосын аллергия. Аллергия постоянно сол. Үшеуі енді ол екеуінің раздражениесінен болып тұр ғой, үйдегі бір екеуі постоянно бір-біріне эголары анау еркек ананың алдына бар еңкейгісі келмейді, мен деп жүр, әйел де мен деп жүр, екеуі получается екі жақтан эго ұрып тұр ғой. Әйел адам не үшін солай эгосы ойнайды әке? Өйткені как будто бы если ол расслабленный состояние болса, ол еркекті как будто тыңдайтын болса, мені қолданып жатыр деген мағына білдіреді. Меня используют. А меня не должны использовать. Я сама должна все решать, да? Басындағы несі мен өзім жетім керек, өзім істеуім керек. Потому что ол әйел меня должны использовать деген кішкентай кезінде мамасы келіп жылап айтқанда, көріп тұрсың ба сенякты? Ол сол әкеңнің кесірінен болды. Еркектер ешқашан сенбе, қызым. Өзіңді дипломың болсын, өзің ақша табу керексің. Күніңді осы еркектерге қаратпасын деп миына құйып жүрген да. И сол убеждениемен, ложный стратегиямен ол күйіне барып тиіседі да. А күйеу может быть вообще красавчик болуы мүмкін да, по идее. Поэтому видите, бұл жағынан екі жақтан да жұмыс жасау керек. Құрметті жігіттер, құрметті әйелдер. Ол просто емес. Мына әңгімені негізі мен ойлаймын попкорн алып, әйел мен күйеу қарау керек сияқты да. Бұл жерде біз әйелде де еркекте де жаман деп жатқан жоқпыз, жаман адамдар жоқ. Бәрі жақсы, бәрі әдемі. Мынау грандар дұрыс болмай қалғанда, многогранный болып кеткен да. Негізі ол әйел мен еркектің үйінің арасынан шықпайтын әңгімелер ғой, көп нәрсе. Иә. А бірақ ол әйел барады да өзінің мамасымен подружка болып кеткен да, барып баян айтады. Мына байым мен осындай, байым осындай. И сен сөйтіп бәріне раздраженный болып жүре берсең, сен сол баянның түбінде миллион повод табасың, миллион причина табасың, создавать етесің условиялардың барлығын. Сөйтіп ажырасасың да өзің отырасың сосын, анау кінәлі, мынау кінәлі. На самом деле ең бірінші ошибка ол сенің просто мамаңмен подружка болып кеткенің ғой.
Сен күйеуіңмен подружка болуың керек еді да. Соған айтуың керек еді, жаным, маған ұнамай жатыр, сен ақша бересің маған, бірақ сен міндет қыласың соны. Соны міндет қылмай маған берген нәрсеңді от души берші. Или сен оған әкеліп алдына әкеліп бір мамонт лақтырдың ба? Сен оған айтуың керек та. Маған бір керек сондай. Арасынан шаршап келгенде жаным деп қой. Маған соны берсең, мен ертең 2 мамонт әкеліп лақтырамын мына жерге. Иә. Признание жетпей жатыр деп. Қойсаң, соны мені признавать етсең болды. Барып мамасына барып, папасына барып, подружкасына барып ол іздеп жүрсе, ол уже потребительский болып кетеді ғой бір-біріне. Жігіттер не себептен ақшамен қатты қысылып жүр да? Өйткені әкесін осуждать етеді әке. Кезінде әкем ақша таппаған, мас болып жүрген, ұрған, соққан, вообще оған даже барып сыйламайды да. Іште бір қандай ненависть бар ғой әкесіне. И сол сенің ненавистің әкеңе дегенше қабылдамау. Сол кәдімгі сен табысың әсер етеді. Өйткені сен ойлайсың қазір, как будто бәрі вокруг меня конкуренты, бәрі қырып ақша тауып жатыр, мен қазір оларды алдын өту керекпін, по головам кету керек. На самом деле, сен посмотри на море, океаны. Каждому ризық беріп тұрған да Құдай тағала. Ризық берген, а саған қашан мол ризық келеді, немесе ақша тапсаң да сол молшылықтан келеді, әкеңді қабылдағанда. Мен өзімді айтайын, мен әкеммен тоже сондай бір натянут отношение болған. Сол енді кішкентай кезімдегі жаңағыдай реніштер, недопонимание. Қалай мен басында иіп барып әкеме соны айтқан кезде, бір техника жасаған кезде, оңай емес, соны айтқан кезде на колени отырып, сол арнайы техника, соны айтқан кезде менің былай табысым бітті ғой. Осы техниканың бір несін бөлісіп жіберсеңіз керек екен қазір енді, чтоб хорошо көрген адамдарға бір жазып алыңыздаршы, мен биттім, короче. Негізі желательно бір терапия алып, хотя бы әкеңізге ренішті шығару керек. Сол реніш шығарған кезде ішіңіз босайды. Содан кейін 7 күн әкеңізге хат жазасыз. Хатқа былай жазасыз: құрметті әке, мені кешіре аласыз ба? И 10 реніштер жазасыз. За то, что мен сізді жаңағындай кішкенде жек көрдім, ұнатпадым, мамамды ұрдың, соқтың, іштің, лақтырып кеттің, тасап кеттің, мысалы даже қайтыс болып кеттің деген сияқты кішкентай бала ренжиді папасына. Ол жоқ деген бағаны білдірмейді ғой. Арты жазасың: құрметті әке, мен сізге ризамын. Өмірге алып келген үшін, баққан үшін, қаққан үшін, сіздің қаныңыз менің тамырымнан аққан үшін, мені тастап кетпеген үшін, мені өсірген үшін, мені оққа түсірген, то есть көп зат жасады әкелеріңіз. Соны түнде жазасыз. Таңертең өртейсіз, 7 күн жасайсыз, егер әкеңіз тірі болса. 7-ші күн барып, осылай әкеңізге былай тізеге былай отырасыз, көрсетейінші рет. Тізеңізге былай отырасыз. Міне, мен тізеге отырдым. Менің взглядым, әкеңіз былай отырысып қойсыз, неге қарай? Креслоға. Креслоға отырысып қойсыз, солай тізеге отырасыз, мен қабылдадым деген позиция ғой мынау. Мен ешкім емеспін деген позиция. Сөйтіп әкеңнің былай на уровне груди айтасың да, дальше жазған затты айтасың әкеңе. Сөйтіп тұрған кезде өзің байқайсың, кәдімгідей ақшаға деген, өмірге деген менде бір бар ғой, бір как будто бір суға түстің бар ғой. Суға түсіп ана банядан кейін бар ғой, сезім бар ғой, білесің, суға түсесің ғой. Басың айналып сондай состояние болды. Мына жерде әке тұр да, соның ар жағында Құдай тұр ғой. Иә? Ол түбінде беретін Құдай ғой, ол ризықты. Бірақ түбінде беретін Құдай ол. Аллахтың берген анты бар. Ата-анаң разы болмаса, мен разы емеспін. Иә. Әкеңді разы қылдың, болды, Сонымен ары қарай сенің табысың саған жаңағындай басқа бір предложение түсе бастайды, масштаб кете бастайды. Реально жігіттер, оны жасасаңыздар, ол мистика емес. Оның бәрі өзіміздің, дәкенің өмірінен, қаншама мен оқушыларының, қанша адамдардың алынып өткен заттардың айтқан кезде өзгерістер да. Поэтому не ищите, вот көп адамдар Құдайды іздеймін деп жаңа Гималайға кетіп қалады, аяваска шешіп кетеді, қуа бастайды, короче. На самом деле бәрі осы ішінде. Жеңіл қарау керек та. Жүректе тұр ғой. Иә, бүкіл қиын решениенің бәрі ол жеңіл, короче. Біз ана орманды іздеп кетеміз ғой. На самом деле орманның алдында тұр зат та, просто шаг жаса сол сияқты ғой. Сол себептен бәрі ата-анадан жігіттер, құрметті жігіттер, соны жасасаңыздар, өмірлеріңізді өзгереді. Әкесіне де, анасына да дәл солай жасау керек. Бірге бір, И мен осы сіздерге қолданып айтқым келіп жатыр. Құдай қаласа, біз где-то осы майдың аяғында 3 күндік интенсив өткіземіз. Ақша, денсаулық, қарым-қатынас, масштаб. Сол себептен егер кім қатысқысы келсе, мына жаққа номерді қалдырып кетемін, өтіңіздер, онлайн болады, Zoom арқылы бір 3-4 сағаттық ашамыз, ашылып айтамыз. Толықтай осы темалар әр тоқтап, техникаларды беріп, кім қатысқысы келеді, жазылыңыздар, толықтай проблема шешіп аласыздар. Өйткені егер адам айтады, әйгілі бір психолог айтады, адам өзінің ішкі халін түсінбесе, сырттағы болып жатқан құбылыстардың бәрі тағдыр деп санайды да. А тағдырды сіз өзіңіз қолыңызбен, өзіңіздің ойыңызбен, өзіңіздің әрекеттермен жасайсыздар. Сол қазір енді бұл аналардың ішіндегі көкейіндегі бір ең ауыр нәрсе балдардың, ұлдарын қатты жақсы көреді ғой. Бірақ солардың өсуіне бір осындай наставниктер керек негізі. Ол наставник оған хотя бы как минимум жол көрсетіп тұрады да, былай қарай кетіп қалма, былай қарай кетіп қалма деп. Бірақ ол бала өзінің ішінде 1% өзгерем деген ниеті болса, мысалы балдарыңыз 15-тен асқан болса,
20 жасқа келген болса, ол барып ертең 40 жасқа барып өзін таппай, өзінің кім екенін қабылдамай жүргеннен, осы бала кезінен бастап бір дұрыс направление салып, дұрыс стратегия құрып берсеңіз балаңызға, енді өзіңіз может өзгергіңіз келмейтін шығар. Көп енді әйелдер, енді 95% адамдар қазір өзгеріс келмейді ғой, бірақ ақылымен, санасымен иә қалайды, бірақ ішінде подсознательно ол қаламайды да, қаласа ол істей алар еді да уже. Иә, шын жүрегіңде болса, мен мына жерімде жұбайым деген жүрегіңде тұрса, сен жұбайың үшін бәрін істейсің. Ол оправдание, анау мен барып ата-анамды бүйте алмаймын, достарым алдында бүйте алмаймын. Ол сенің просто ішіңдегі ол адамды жақсы көрмеуің ғой. Сезім жоқ та, просто сенің бір компенсациямен өмір сүресің. Плюс-минус жаңағыдай бір реклама болғанда, реклама болып сен келгенсің, ананы қызықтырып алғансың, қызықтырып алғаннан кейін ол саған қызық емес болып қалды. Құдай тағала айтады да, сделай мне шаг, дейді, я тебе сделаю 2, дейді. Сделай 3, дейді, я тебе сделаю 10, дейді да. Сол себептен бірінші сізден кішкене бір әрекет керек, ары қарай Құдайға тапсырыңыздар. Сол жалпы жігіттер айтайын деген осы өте қызықты әңгімелер болды. Енді ашық әңгіме, мен бұл жерде ешқандай притворство жоқ, ешқандай қағаз жоқ, ештеңе не жоқ. Біз өзіміз айтқан кезде как есть әңгімелер ғой, бұл простой әңгімелер, өйткені адамдар шаршаған, андай бір заученный, научный сөздерден ше. Қарапайым өзіміз сияқты әңгімелер. Өзіміз де сондаймыз, өмірде де сондаймыз. Сондықтан егер осы подкаст ұнаса, астына пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, толық ақпарат осы комментарийдің астына жазып кетеміз. В целом инстаграмға тіркеліп кетсеңіздер болады, дәкем немесе маған, и жалпы жазыңыздар, өйткені біз сол интенсивті өткіземіз деп жатырмыз. Қандай сұрақтарыңыз бар, тоже осы комментарийға жазыңыздар. Тағы да айтайын дегенім, адам пока өзінің жаңағы ішін халін түсінбесе өмір өзгермейді. Сіздер күтпеңіздер, белгіні күтпеңіздер. Құдай тағала күнде миллиард возможность береді, просто соны қолданбайсыңдар. Поймайте, просто ниеттену керек та өзгерем деп, и ары қарай бәрі өзгеріп, бәрі дұрыс болады. Поэтому біз мықты ұрпақ болу үшін, мықты ұрпақты тәрбиелеу үшін, жақсы егеменді ел болу үшін біз өзімізден бастау керекпіз. Көбек, енді мен осы сәтті пайдаланып, сізге ішімде алғысым бар айтатын бірінші Аллах, екінші осы сіздің арқаңызда көп нәрсе өзгертті. Прям көп нәрсе өзгертті мен өмірімде. Өзгермейді, мен жете алмаймын деген нәрселер қазір оңай тез болып жатыр. Бірақ ол енді сізмен мен бір 2 ай жұмыс жасап қой, қанша уақыт болды ке айтқаныңызға. Дәке былай істе, дәке жылдай танимыз бір-бірімізде почти де. Мына жерден былай жүрсең былай болады деген сияқты. Осындай айтады ғой, жаңа пірі жоқтың пірі шайтан деп. Жаңағы мен айтып жатқаным, балдарыңыз, ұлдарыңыз егер өзін іштей білесіздер ғой, ана есебінде, әке есебінде білесіздер, балам тұйықталып қалды, жабылып қалды, өзін іштей бір енді мен өзімді сондай ынжық болатын, қорқақ, жаңағыдай тармас етіп жүретін көп нәрсе. Қазір қараймын, бүкіл нәрсе шешіліп кеткен ғой. Ақша болсын, қарым-қатынас, өзімді қабылдауым, ішкі сезімім, балдарыммен, бүкіл туысқаныммен, әкеммен бәрі келді ғой. И қазір мен түсінгенім, енді ол адам өзгермейді, адам өзін жасайды ғой. Осындай бір орталарға, осындай бір қалыптасып жатқан енді қазір құдай қаласа біздің бір орталық ашылады ғой. Еркектерге деген, сол жерге біздің бір бірге осылай дамитын жақсы сондай нелер керек. Өзіміз сияқты мықты бір тұлға болатын, осы Қазақстанның әйтеуір 1% болса да өзгертеміз деген ішіне ниеті болса, вообще күшті болады. Өйткені 4 саусақты біз аузымызға салып тамақ жей алмаймыз, дұрыс қой. Негізі Аллах тағала помогает лишь тем, кто тот человек, который помогает другим людям дейді да. Сенің ризығың былай айтқан кезде анау бір саудада емес, басқа затта емес, сен адамдарға көмектес, адамдар арқылы саған келеді да. Сол себептен құрметті жігіттер, может әйелдер көріп жатқан шығар, жұбайларыңызды шақырыңыздар, келсін, потому что айтып жатырмын ғой, өте көп развод болып жатыр, өте көп түсініспеушілік болып жатыр, өте көп отношения құрылып жатыр, быч болып жатыр. Осы может быть сабақтарымыз, айтылған сөздеріміз бір кішкене болсын, бір жүректерінде бір жылы болады деп ниеттенбіз. В принципе, сол сау саламатты болыңыздар. Осымен біз тәмам аяқтадық. Жалпы толық ақпаратты тағы да айтайын, комментарийға жазып кеттік. Өзіңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарийға жазсаңыздар мархабат. Жақсы, келесі нелерде кездескенше жаңағы біздің бұл подкасттарымыз әлі тоқтамайды. Құдай қаласа басқа да бір нелерді ашамыз. Қандай іштеріңізде бір сұрақтарыңыз бар, шеше алмай жатқан вопростарыңыз бар, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Сол туралы да ойланып сіздерге бір рилс түсіреміз.